оқуға деген құштарлығы биік екенін көреміз. Біздің балалар олардан артық түспесе кем емес. Сол жерде семинар жүргізуімізге қарағанда біздің де береріміз көп. Осы IB дипломының осындай жерде артықшылығы қандай мүмкіндіктерді ашылады? Жоғары оқу орындары оған сәйкесінше бір үлкен дәреже берген бағдарлама. Сіз биыл түлегісіз және IB бағдарламасы бойынша үлкен тәжірибеңіз бар. Өмір бақи оқитын lifelong learner дейді. Сондай бір тұлға ретінде қалыптасады деген үміттеміз. Адамның бойында белгілі бір талант немесе қабілет болу керек пе? Әлде барлығы еңбек пен ізденіске байланысты деп ойлайсыз ба? Оның арасында Америкада ақ нәсілді балалар көбірек SAT емтиханнан жоғарырақ нәтиже көрсетеді дегенде оқыған едім. Сәлеметсіздер ме, біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Подкастты жүргізетін мен Арал Моралбек, және де бүгінгі подкастымыздың қонағы Астана халықаралық мектебінің DP бағдарламасы бойынша координаторы, математика пәнінің мұғалімі Дархан Қожамсейіт. Подкастымызға қош келдіңіз. Қош келдік, үлкен рахмет. Ой таста подкастының мақсаты қазақ тілі жобаларды насихаттау арқылы қазақ тілі контентті дамыту және әртүрлі сала мамандарынан сұхбат ала отырып, оқырмандарды шабыттандыратын, оларға зерделі Ой таста подкастын жүргізу. Алғашқы сұрақ, осы дипломдық бағдарлама, IB бағдарламасының бір күрделі бір бөлігі болғандықтан, MIP-дан ауысып келген, MIP-дан келген оқушылар үшін оқу жылының басында қиындықтар болды. Бірден бейімделіп кету оңай болмады. Осы оқушыларға мұғалімдер тарапынан қандай көмек көрсету жоспарланған? Жалпы оқушылардың осындай үлкен халықаралық бағдарламаға келуінің өзі ол бір батыл жігер болуын талап етеді. Жалпы оқушылар бізде қазіргі заманда тез бейімделуге талпынады. Сондықтан біздің мұғалімдер оқушыларға арнайы мысалға глоссарийлар дайындайды. Сабақтардың барлығы көбі ағылшын тілінде өткендіктен ағылшын қазақ, ағылшын орыс тілдеріне аударымдар жасайды. Осы тәржімелер көбінесе оқушыларға бір түсінікті қалыптастыруға жеңіл жол көрсетеді. Бірақ сонда да сабақтардың көбінесе ағылшынша өтуіне біз бой ұсынамыз. Мысалы, CLIL стратегиялары қолданылады сабақ кезінде. Ол дегеніміз ғылымдар, гуманитарлы ғылымдар немесе жаратылыстану ғылымдарын ағылшын тілінде сабақ беру стратегиясы. Бірінші тіл ретінде емес. Бірақ соған қоса, және сен өзің айтып кеткендей, қазақ тілін дамыту аясында IB бағдарламасы өзінің отандық тілді дамытуға арнайы бағдарлама жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда Қазақстан аумағында қазақ тілін таңдау мүмкіндігі бар. IB бағдарламасы оқу және біздің қазақ сыныбында оқитын оқушылар қазақ тілін таңдап, соны оқуда. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ бала тәрбиесіне қатысты. Сіздің ойыңызша кішкентай кезден бастап ата-аналар ең алдымен нені түсіну керек және қандай нәрселерге көңіл бөлуі керек? Өзім 2 жасар баланың әкесімін. Соған қарай баланың жаңа нәрсені ізденуге, талпынуға құштарлығын ояту керек. Мүмкіндігінше қызықты заттарды көрсетіп, оның қайдан, қалай пайда болатынын түсіндірген дұрыс. Сонда оқушыда бір ішкі түйсігінде жаңа нәрсеге талпыныс пайда болады. Сол талпыныс оны әрқашанда мотивацияда ұстап, соған оқуға деген құштарлығын оятуы мүмкін деп ойлаймын. Әлі бала өссін, көреміз енді. Қазіргі жас өспірім балалардың арасында біздер әрқашанда зерттеу жұмыстарын жасатамыз сыныптарда. 1-ші сыныптан бастап 12-ші сыныпқа дейін ол зерттеу жұмыстарының басты мақсаты сол жаңағы мотивация ояту, оқушылардың қызығушылығын тудыру. Соның арқасында оқушы ары қарай да өмір бақи оқитын lifelong learner дейді. Сондай бір тұлға ретінде қалыптасады деген үміттеміз. Жауабыңызға рахмет. Сіз биыл түлегісіз және IB бағдарламасы бойынша үлкен тәжірибеңіз бар. Егер сізден ата-аналар баламды қай мектепке берсем деп сұраса, қандай мектепті ұсынар едіңіз? Және өз балаңыз үшін қай мектепті таңдар едіңіз? Енді бір провокатор екенсіздер.
Жалпы қай сала болсын, оқушының өзінің талабына сәйкес білім беру керек. Әр бағдарламаның өзінің бір үлкен жақсы тұстары бар. Мысалы, билдарды, РФМШ-ларды алатын болсақ, ол олимпиадаға дайындау. Олимпиадаға дайындауда жоғары жетістіктерді көрсетуде, республикалық және халықаралық дәрежеде. Ал егер біз IB бағдарламасына көңіл бөлетін болсақ, ол оқушының жан-жақты дамуына көңіл бөледі. Мысал ретінде дипломдық бағдарламада оқушы барлық 6 пәндік топтан бір пән таңдап, сол барлық 6 топты тәмамдауы керек. Соған қарай оқушы жан-жақты дамиды, әртүрлі салалардан бір оқуға мүмкіндік алады. Осы жалғастырсақ, осы IB дипломының осындай жерде артықшылығы қандай? Қандай мүмкіндіктерді аша алады біздің болашақта? IB бағдарламасының дипломы ол көптеген университеттермен мақұлданып, жоғары оқу орындары оған сәйкесінше бір үлкен дәреже берген бағдарлама. Бұл дипломда жоғары балл алған оқушылар сол халықаралық университеттерде грантқа оқуға немесе арнайы бір жеңілдіктер алуға мүмкіндігі бар. Оған мысал ретінде біздің оқушылардың көбін алуға болады. Жалпы біздің мектептің тәжірибесінде былтыр 40 баллдан жоғары алған 3 оқушымыз бар. Оның үшеуі де үлкен жақсы университетте оқуда. Мысал ретінде Акрам Сафиязов 45 баллдан 45 балл алып Америкада оқуда. Динара Умираева 42 балл алып 45-тен Ұлыбританияда университетте оқуда. Және де біздің Дилназ деген қызымыз қазір Назарбаев университетін таңдады. 40 балл 45-тен алды. Ол үлкен жетістік. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Сіз іс-сапармен шетелдегі IB мектептеріне барып, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп келесіз, өте жиі. Ол мектептердің артықшылықтары қандай? Және сол тәжірибенің бірін біздің мектепке енгізу туралы жоспарларыңыз бар ма? Біздің менталитетке сәйкес, осы сәйкес келетін өзгерістерді қалай жүзеге асыруға болады? Жалпы соңғы жылдары авторизация бойынша да воркшоп семинарлар жүргізу барысында да шетел мектептерін көрудеміз. Әрине мектептерді салыстыру өте қиын, бірақ барлық жерде балалардың оқуға деген құштарлығы биік екенін көреміз. Біздің балалар олардан артық түспесе кем емес. Халықаралық дәрежеде өзіміздің нәтижелерімізді көрсетудеміз. Біздің балалардың да дағдылары өте жақсы дамыған. Сондықтан да әрине аларымыз бар. Және менің барып сол жерде семинар жүргізуімізге қарағанда біздің де береріміз көп. Сол үшін әрбір жерде өз іліміне, біліміне қарай алып қосарымыз әрине болады. Оны әр кезде біз алып қосып жатырмыз. Түрлі бізде бағдарламалар бар кіргізіп жатқан. Оның ішінде мұғалімдерге арналған семинарлар, оқушыларға университетке түсу бойынша арналған семинарлар бар. Оқушыларға профориентация университет таңдау бойынша жүргізіп жатқан семинарларымыз бар. Барлығын әрине де өткізудеміз. Сол іс-шаралар оқушыларға деген бір үлкен жетістіктер алып келеді деген үміттеміз. Жауабыңызға рахмет. Енді математика пәні бойынша адамның бойында белгілі бір талант немесе қабілет болу керек пе? Әлде барлығы еңбек пен ізденіске байланысты деп ойлайсыз ба? Өйткені мысалы ер балалардың ойлау қабілеті кішкене қыздарға қарағанда басқаша сияқты, сандарды қабылдауы, оны түсінуі. Өзіңіздің жеке тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Қазақта бар, таудай талаппен бармақтай бақ керек дейді. Бұл жерде маңызды нәрсе ол баланың жынысы емес, ол көбінесе баланың талпынысы, оқуға деген құштарлығы және әрине тәжірибе. Көбірек есеп шығарып оқимын, білем деген балалар, олар үлкен бір жетістіктерге жетуде. Бір-екі былтыр зерттеулер оқығанмын. Оның арасында Америкада ақ нәсілді балалар көбірек SAT емтиханнан жоғарырақ нәтиже көрсетеді дегенді оқыған едім.
Оның бір басты себебі олардың ақылдырақ болуында емес, олар көбірек қосымша тест тапсыруға, пробный экзамендар тапсыруға мүмкіндіктері бар. Соның арқасында көбірек балл алады деген тұжырымдама жасаған екен. Мүмкін де оның бір шындығы бар шығар. Сондықтан да тәжірибеңіз мол болған сайын оған деген бір құштарлығыңыз көбейе бастайды. Солай оқушы математикаға деген қабілетін оятуы мүмкін. Әрине кейбір балаларға ол жеңілірек болады. Ол жаңағы айтқандай қыз ұл болуына байланысты емес, ол бір табиғаттан берілген зеректілік деп атауға да болады. Бірақ ондайға да жетіп, дамытып, әрқашанда бір деңгейде немесе жоғарылатып ұстап тұру керек. Жай ғана ол сол талантқа немесе баққа қарай отырып тәжірибесіз жүруге болмайды. Сол үшін талап керек, оқу керек, білім алуға құштарлық деген керек деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Осы қарбалас жұмыстардан кейін қатты шаршаған кезде, мысалы, мотивация төмендеген кездерде сіз не істейсіз? Сіз осындай уақыттарда қайдан шабыт, мүмкін энергия аласыз? Жалпы мен қазір сіз ең басында атап өткендей екі рөлдемін. Бірінші координаторлық жұмыс, ол жалпы мектептегі жоғары сыныптарда 11-12-лерде жүріп жатқан академиялық жұмыстарды бағыттау, қадағалау болса, екіншісі ол сабақ жүргізу. Қазір мен 11-12 сыныптарда математика жоғары бағдарламасын жүргізудемін. Сол кезде, сол сабаққа кірген кезде өте үлкен шабыт аламын. Оқушылар мен түсіндірген тақырыпты, есептерді шығарған кезде, сол тақырыпты түсінген кезде өте бір үлкен шабыт алып, келесі сабаққа дайындалуға бір үлкен күш аламын. Жауабыңызға рахмет. Сіздің үлгі тұтатын, мүмкін үлгі ретінде жақсы бір қабілеттерін өзіңізге, ойыңызға сіңіргіңіз келетін адамдар бар ма? Егер бар болса, ол сізге қалай әсер етеді? Әрқашанда еңбектенуден танбайтын бір менің өмірімде тұлға бар. Соны өзіме әрқашанда бір кумир ретінде қарастырамын. Ол менің анам. Ол да математика мұғалімі болған. Ол кісінің өміріндегі еңбек жолын көрген кезде мені де ол шабыттандырады. Қазіргі таңда анам зейнеткер болғанымен осы немерелерін оқытып, бағып, қағып өмір сүреді. Сол мені де жігерлендіріп, сол ары қарай еңбек етуіме бір үлкен талпыныс береді, күш береді, мотивация береді. Рахмет. Сіздің қазақ елі атты Қазақстан тарихы бойынша жасап шыққан жобаңыз бар. Мен 9-шы сыныпта көрген болатын. Бұл жобаның негізгі мақсаты қандай? Жоба арқылы қандай мәселелерді шешуге тырыстыңыз? Жалпы бұл жобада Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс барысында тағы да 3 ұстазбен бірігіп жасаған жоба еді. Бұл жобаның басты мақсаты ол Қазақстан тарихын оқушыларға бір ойын түрінде геймификация деген методика бар. Сол түрінде оқушыларға үйрету, оқушылардың қызығушылығын тудыру, өз елін, өз тарихын, өз жерін білу арқылы. Бұл ойында 51 арнайы оқиға қосқан болатынбыз. Ол оқиғалар тек қана политикалық оқиғалар емес, ол мәдени оқиғалар да бар, спорттық шаралар да бар. Және де бір ұлттық ұстаным тұрақтылығы бойынша оқиғаларды қарастырған едік. Бұл оқиғалар оқушылардың өз елінің тарихын оқып, біліп, танып жүруге бір мүмкіндік береді деген ойдамыз. Бұл ойын тек қана сыныптың ішінде емес, үйде де, ата-аналармен де ойнауға мүмкіндігі бар. Кері байланыстар бойынша дәл солай орындалып жатыр. Ол да бізді қуантады. Жауабыңызға рахмет. Біздің подкастымыздың аты Ойтаста деп аталады. Сіздің біздің тыңдармандарымызға осы сұхбаттың қорытынды түйіні ретінде қандай ой тастар едіңіз? Ұстаз болғаннан кейін оқушыларға көп нәрсе айтуға болушы еді, бірақ ең басты нәрсе ол оқудан ерінбеу, жалықпау, ағылшын термин бар, lifelong learner болу. Біз өзіміз мұғалімдерде солай болуға тырысамыз. Сондықтан да оқы және тоқы деп
сондай бір ой тастар едім. Рахмет. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Тыңдармандарымыз да өздеріне зерделі ой түйді деген ойдамыз. Алып қосар ойларыңыз болса, пікір жазып бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.